Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Ешкімге айтуға болмайтын құпия. Құпия адамның ішкі қазынасы, оны сақтай білу ақылдықтың, ашып қою аңғалдықтың белгісі. Құпия деген не? Құпия ол адамның жан дүниесінде сақталатын, ешкімге айтуға болмайтын асыл қазына. Әрбір адамның өзіне ғана аян ойлар, армандары, жүрек түбіндегі шерлері бар. Ата-бабамыз сыр сақтай білсең, сырластықтың белгісі, сақтай алмасаң, сатқындықтың белгісі деген. Құпия адам ішінде әлемнің көрсетеді. Құпия сенімнің сынағы, құпия болашақтың іргетасы. Кейде айтылмаған сөз айтылғаннан да құнды. Өйткені ол сенің ар-намысыңды, беделіңді сақтап тұрады. Әңгіме айта салу оңай, бірақ әр сөздің салмағы бар. Егер жүрек сырыңды көпшілікке жайсаң, біреу түсінбей күледі, біреу мазақ етеді, біреу оны қару етіп пайдаланады. Сол үшін әрбір сырды ақыл таразысына салып барып қана айту керек. Ата-әжеміз бір құпияны екі адам білсе, ол құпия емес деген. Бұл бекер емес. Жан тыныштығы айтып қойып уайымдағаннан гөрі жүректе сақтап сабыр қылған абзал. Қарым-қатынастың беріктігін сеніп тапсырған адамның сырын сақтай алсаң, ол саған әрқашан сенім артады. Өз-өзін тәрбиелеу, сөйлеген сөзді тежей білу нағыз ақылдықтың белгісі. Бір данышпан шәкіртіне 3 сөз үйретіпті. Барлығын айтпа, барлығына сенбе, барлығын білме. Шәкірт неге деп сұрағанда, ұстаз, өйткені айтқан сөзің сенің жауыңа қару болып мүмкін. Сенген адамның ертең сатуы мүмкін, ал бәрін білген келсе, өмір сені шашатып қояды деген екен. Құпия сақтау ақылдының жемісі. Айтылған сөз атылған оқ қайтып келмейді. Сырыңды сақтасаң, ол сенің құлың. Ашып қойсаң, сен оның құлы боласың. Сыр жүректің құлпы, ал құпия сол құлыптың кілті. Ең үлкен қателік құпияңды дұшпанға емес, досқа айтып қою. Ата-бабамыз құпияны жасырған, жүрегін сақтаған, құпиясын ашқан өз тағдырын әзіретеді деген. Шеге құпия, ішкі арман ой. Отбасылық құпия, әке-шеше, бала арасындағы сыр. Адалдық құпия, біреудің сеніп тапсырған аманаты. Бір дана кісі шәкіртіне кішкентай қорап беріп, мұнда алтын бар, бірақ ешкімге көрсетпе, ашып айтпа, бұл сенің сырың болсын деді. Шәкірті шыдай алмай достарына көрсетті. Ертеңіне қорапты ашса, ішінде бос қағаз қалана қалыпты. Ұстаз, сен алтынды емес, сеніміңді жоғалттың дейді. Айтылмаған сөз алтын, құпия жүректің құлпы. Құпияны сақтай алмаған өз-өзін сақтай алмайды. Сенім адамның өмірінде ең қымбат нәрсе, ал құпия сенімнің сынағы. Кім сенімге берік болса, оның сөзіне де, өзіне де құрмет артады. Кім сенімді жоғалтса, қайта қалпына келтіре алмайды. Досың сеніп сырын айтсаң, ол сенің қолыңдағы аманат, оны сақтау парыз, ашу сатқындық. Бір ауылда ақылды қария болыпты. Бір күні екі жігіт сырын айтып беріпті. Біріншісі, менің құпиям ешкімге айтпа, деп өтінді. Екіншісі, мен де өз сырымды сеніп тапсырамын деді. Қария екеуінің әңгімесін тыңдап болып, күллі ауылға таратыпты. Жігіттер ренжіп келгенде, сендер құпияны сақтай алмайтын адамға айтып қойдыңдар. Нағыз құпия жүректе сақталған сыр депті. Сенім бір рет сынағы, қайта бүтінделмейді. Құпия аманатты, аманатқа қиянат жасама. Сенімді сақтай білген өз қадірін сақтайды. Кейде адам ашу үстінде, кейде әлсіздіктен, кейде сенгіштен құпияны ашады. Бірақ ашылған сыр енді қайтып жабылмайды. Құпия жауының қаруы болуы мүмкін. Құпияң маңызды. Құпияң мазағыңа айналуы мүмкін. Құпияң беделді түсіруі мүмкін. Бір хан сарай қызметшісіне құлағына естімейді екен. Ол мұны жасырын, бірақ бір күні өзі ашып қойды. Содан бастап барлығы оны кемсітті, мазақ етті. Егер ол сырын сақтаса, бәрі оған құрметпен қарай беретін еді. Сырыңды сақтасаң, ол сенің құлың.
айтсаң сен оның құлысың. Әр отбасында өзіне тән құпия бар. Ол тек әке-шеше мен бала арасындағы қалу тиіс. Оны сыртқа шығару отбасының беделін түсіреді. Неге? Өйткені әр отбасының ішкі тәрбиесі бар. Өйткені отбасының абыройы құпияны сақтауға байланысты. Бір әке баласына біздің үйде не көрсең сыртқа таратпа, бұл біздің абыройымыз деп үйреткен екен. Бала осы өсиетті ұстанып өсіп, елге сыйлы азамат болыпты. Ал бір басқа отбасына шыққан бала керісінше бәрін сыртқа жайып, соның кесірінен ол ел ішінде сенімсіз, әлсіз болып көрінген. Отбасы құпиясын сақтаған орда. Әке-шешесінің сырын бала ашпау керек. Үйдің құпиясы сыртқа шығарғанда ошақтың оты өшіргенмен тең. Кейбір құпия адамның жүрек түбінде арманы. Арманды көпке жарияласаң, ол әлсірейді, жасырсаң, жүрегіңді қуат жайнады. Түсінік. Арманды жайра етпеу, оны қорғау. Арманды жүректе сақтау, оны жетудің бір жолы. Бір ақын үлкен арман барын ешкімге айтпады, тек өлеңдерін жасырын білдірген. Сол арман оны алға жетелеп, халыққа танымал еткен. Егер ол арман ерте ашып қойса, бәлкім сынға ұшырап, жүрегі суып қалар еді. Арман құпия түрінде жүректегі өседі. Жасырын арман адамның шын күш-қуаты. Құпия арман Аллаға айтылатын тілек. Ешкімге айтуға болмайтын құпия бұл адамның өмірлік сынағы. Құпия сақтай білу сабыр арқылы парасат. Құпия ашу әлсіздік, аңғалдық, сенімсіздік. Сондықтан құпияңды жүрегіңде сақта. Құпияңды аманатқа берсең, сенімді адамға ғана айт. Құпия жоқ адам, қадірі жоқ адам. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз.